Несмотря на пройденные жизненные сложности, эта 90-летняя женщина не утратила душевную доброту. Зекия Меметова – женщина с большим, полным любви сердцем, восхищает своей искренностью и гостеприимством. Зекия Бита родилась в 1933 году в Кезлеве. Екі дәне қардашым бар еді. Бабам кеткенде мен 8 yaşımda енді мектепке барған едім, мектептер япылды да, жеп бастады да балам. Үйде отырдық, не yapayық? Анерін бомбалайлар, мұнерін бомбалайлар. Дегірменіміз бар еді, адамдар келіп о уақытында, жеңікті уақытында да аманды, Қырымда қайшылық олды. 2 кило, 1 кило бұғылай, елден де шекендер, елден де айданайды дегірменіміз. Ана шонын пенжерede қопқа тұрайды, бір пияла ши тұрайды, еркез не шексе, сондан ташлап кетеділер анда. Ана шайтып ясадық. В истории Зекии Меметовой отражение судьбы целого поколения крымских татар, на долю которых выпали самые тяжелые испытания – война и депортация. Как и все пережившие трагедию депортации 1944 года, Зекия Меметова навсегда запомнила этот день. Каждый раз, вспоминая то утро, она не может сдержать слез. Юқлай едік, юқлан ұянтылар. 4 тәне солдат келді. Кішкене қардашымы ұянтып бола алмаймыз. Шыпырлар юқлай қала. Адам алды, Құранны отырды. Bir şey gerek mi? Bizim de atacaklar, boğazını attılar, bizi geçecekmiz енді. Yok, bir tanesi Kazan Tatar eкен. Bir Kur'an'ın anamın kolluğunda birisi asılı oturaydı. Это что, бабушка? Это наша вера. Возьмите, надо будет dedi. Шыққан соң қарасақ, бабамның аяқ-қабын киеміз аяғыма. Анау солдат жерде тұра қалғандар қалқ келе, яваш. Ненем анау нені шақырды военныйны. Деді, смотри, домой ключ дай, пусть они сходят, возьмет что-нибудь. Бардық, аяғымызға киген аяқ-қаптарын жиыстырып алдық. Қараңғыда шықтық, яры кешеден соң. Сон Нариман екеуміз бардық, пенжереде бір қопқа ұн тұра еді. 3 литрлік май бар еді, семечка майы. Оны да ұнға тұқтық, керек шелерімізді алдық, жүкленіп екеуміз кенен ерге бардық. Евіміздің анақтарын солдат алды, сырасы қайтарып бердік оға. Орыслар ұрып, жығып, ашқанар қапынып, бір шейіні үйден талап шығарғандар. Бірдәре қойымыз қозлаған еді, о қойын епсін алғандар. Бір шей қалмаған язбарда. Впереди был долгий путь в Узбекистан. Зекия Меметова вместе с мамой и 2 младшими братьями стали свидетелями страшных событий. Смерть соотечественников от голода и болезней. Поезда тоқтай өлілерін түсірелер, өлген адамдар бола. Дирекін түбіне аппара 1-2 адам қоя анда қала кетер адамдар. Кім білер, шағал ашайым, көпек ашайым, кім білер. Қапыдан қарап тұр едік біздің. 2-ші этажда бір қарсымыз бар еді, о да кешінді қарып, оны да алып кеттілер. Изнурительная дорога заняла более 20 дней. Каждую ночь умерших от голода и болезней собирали солдаты, обещая, что похоронят. На самом деле тела покойных сбрасывали в реки или оставляли в степи. Но это было лишь начало трагических событий. В Самарканде семью Зекии Меметовой ожидали еще более тяжелые испытания. Құлыпны оғынде балабан ерге кетіп төктілер машинадан. Соң яваш арабаман колхозларға тарқаттылар епмізді. Самарқанға кетірділер, Самарқанда баяға тұқтыла епмізді, шыршыплақ қалдық. О сен ұрбағын, ана о кейді, оны ұрбасын, бұл кейді. Ана шайтып, анам шыршыплақ 2 баланы тұтқан Зекие. Сен бар да қара балам, бекім мені антерім біреуін үстіндедір. Көрерсін, шыплақ өзі қарып шықты. Барып қарасам, бір апай пенжереде отыра, анамы антесін киген, мейерде иінесі бар, мұға етіп кешеді.
ана жерде бір апай отыра дедім. Антеріңіздің киген дедім. Анам де қайыр дей, мына жүр, екі баланы да жетедік, үшеуміз, төртеуміз бардық, ана апайдың үстінен шығарып алды жеріне. Киді. Семью Зекия Бита поселили в жилище, которое сложно было назвать домом. Ана, жер қап-қара. Анда тесік, мұнда тесік. Ана біздер анда барып түстік. Ортада бір коридор, мына жақта анамның татасы, қаз бабам, бір қарека тезем, бір занеде Сидамет дайым, Ситяя дайым қолтығын астына балабам қотыр шығып, жектен қалған еді қарып. Бабам жектен қайтмады. Зекия Меметова была старшим ребенком в семье. Ей, 11-летней девочке, пришлось рано повзрослеть. Она бралась за любую работу, чтобы помочь матери и спасти младших братьев Наримана и Эрфана от голодной смерти. 400 грамм ай buğday ya, un ya, buğday ya, arpa ya, kurpe bir şey verilir. Şehirke kemek gerek. 16 kilometre kelemiz, ana adam yok. Ketken produktaga. Kaytıp ketemiz үйге. Yarı geçedi. Ondan ta kelemiz anda. Ana şaytıp çekiştik. İki tane nazar keleyip yoşuk alamız, o vakta 30 km var edi kırmızı. İki yoşuk alamız. Onu bölüp aşamayız. Үйге келіп dörtümüz aşacakmız onu. Kardeşlerim ikisi kaldı, komşumuzda bir kart var edi. Anda o kartlar bir şey pişirse, onlara da belirtiler bir pasaj. Bir kere bizler anama aç kaldık degenimiz yok. O kadar açlıklar çektik, yok açmadık bir kere. В 1949 году Зекия Меметова встретила будущего супруга Эдема Топчиева. В 16 лет она вышла замуж. Он Ялтинский, а мен Епаторинский. Ана işte өзіміздің бегендік бір-бірімізді алып бардық, балам, yaşadık. Bayağı, evet, 4 баланы үйлендірдік, тойларын еттік, оқыттық, шүкір Аллаға. Кеше күндіз істедік. Күн Қырымға кетеміз, Қырымға қайтамыз, күн. Әрі daha қайтайдық. Қайтып келдік, шүкір Аллаға. Бет сағына едік, бала шағым. Қайтайдық, постоянно қайтайдық, үйімізге қайтайдық. Встретиться с родным Крымом Зекие Меметовой удалось спустя почти полвека после депортации, в 1990 году. Вместе с семьей они обосновались в селе Терекле-Хонрат Сакского района. Зекия ханым была счастлива вернуться на родину, о которой мечтала много лет в ссылке. Ана Қырымға келдік, ярабым, шүкір, бір дуа етіп, амин еттік, музыка, полный татар музыкасы çalaydı. Самолет келген сайтын музыкалар çalaydı. Ойнап түсейдік самолеттен кіргенде үйге. Ана шайтып келдік, балам, қуанып қайтып келдік. Супруг Зекия ханым прожил на родине всего 3 года. Его не стало в 1993 году. В Крыму она похоронила 2 детей. Сегодня настоящее ощущение счастья Зекие Меметовой дарит жизнь на родине в окружении 15 внуков и 25 правнуков. Она мечтает лишь об одном – чтобы повсюду звучала родная речь, а народ был един и жил в мире. Sadece орысшалап етелер. Жаным ауыра. Отыра қоймаймын, қабеге шақыралар. Башлайлар епсі, rusça, фағын, кішкенесі епсі қайнай кетем, бірде қада. Yavaştan tura da ketemen özüm yağıma, лучше газет оқиым, bir şey anlarman deyip. Ana şu balam. Tatarça lap etsinler. Tatarça lap etken yerin bek ömüs etemen, şolarını tatarça lap et. Yarın bir gün ben ölsem ne bolar Қазақша lap etseler, ne olacak alımız? Amin ya Rabbim, Rabbim Allah'ım. Только dünyaya tınçlık versin. Балаларымыз сау болсын, bütün milletimiz sağ olsun, Tatar milletimiz ölmesin.